Қайырлы күн достар, сіздермен мен Назерке. Бүгін өте дәмді, жұмсақ, қамыры көпіршікті, қытырлақ болып шығатын, фаршы өте жұмсақ чебуреки дайындайтын боламыз. Міне осындай қытырлақ, беттерінде көпіршіктері шыққан, қызарып шыққан өте дәмді чебуреки дайындаймыз. Қамырына керекті заттар: 250 грамм астық, 1 стакан қайнаған су, 2 ас қасы шағымай және жарты чайный ложка тұз. Алдымен 1 стакан қайнап тұрған суымызға 2 ас қасық шағымай және жарты чайный ложка тұз салып жақсылап араластырамыз. Шамамен 1 тарелка астығымызды алып, ыдысымызға саламыз. Үстінен жаңағы қайнаған суымызды құйып, қасықпен араластырамыз. Қайнаған су болғандықтан бірінші қасықпен араластырған жөн. Енді қасығымызды алып тастап, қолымызбен қамырымызды илейміз. Жақсылап тұрып, бәрін біріктіріп, қамыр илеуіміз керек. Енді ыдысымыз тар болғандықтан қамырымызды тақтайға ауыстырамыз. Астына осылай ұн сала отырып, жаймен илейміз. Шамамен 5-6 минут илеуіміз керек. Қамырымыз дайын болып қалды. Міне осындай жұмсақ болып шығу қажет. Қамырымыз кеуіп кетпес үшін пакетке салып қоямыз. Фарштың салмасына кірісеміз. Керекті заттар: 1 пияз, фарш, су және дәмдеуіштер. Алдымен пиязымызды уақтап, турап аламыз. Шамамен 300 немесе 400 грамм фарш аламыз. Менде сиыр еті. Үстіне пиязымызды саламыз. Бұрышын, тұзын салып араластырамыз. Шамамен жарты стакан салқын су құйып араластырамыз. Мұнда су фаршымыз дәмді болып шығу үшін, жұмсақ болып шығу үшін керек. Өзіңіз көзбен қарап салсаңыз болады. Сізде қанша фарш шығады, соған байланысты. Міне осындай бұлшыраған фарш шығу керек. Енді қамырына кірісеміз. Қамырды теңдей тауып осылай 8 бөлікке бөліп аламыз. Қамырымыздың бөліктерін осылай бір-бірлеп алып, домалақтап пішін жасап шығамыз. Міне осылай 8 дөңгелек пішіні шықты. Қамырымыз жабысып қалмас үшін астына ұн сала отырып, қамырымызды жаямыз. Қамырымыз өте жұқа болып шығуы қажет. Қамырымыздың бір шетіне жұқалап тұрып, фаршымызды салып шығамыз. Фарштардың шетіне жеткізбейміз. Енді қамырымыздың екінші бетін жауамыз және үстін басуымыз керек. Артық ауалары шығады. Және шеттерін осылай қолымызбен басып-басып жіберіп, әдемілеп вилканың шетімен басып шығамыз. Осылай алдын ала 8 чебурекимізді дайындап алдық. Менде пішіні үлкен болып шықты. Егер сіз қаласаңыз, өзіңіз пішінін кішкентай етсеңіз болады. Табамызға алдын ала шағу майымызды құйып, қатты отқа қоямыз да қыздырып аламыз. Шағу майымыз қайнап тұруы қажет. Қайнап тұрған шағу майға чебурекимізді жайлап саламыз. Чебурекиміз майға батып тұруы керек. Жайлап беті асты қызарды дегенде чебурекимізді ауыстырамыз. Міне чебурекиміз осылай қызарып, бетінде осындай көпіршіктері шығуы керек. Чебурекиді пісіргенде өте абай болыңыз. Чебурекиміздің асты қызарғанда оны шағу майдан аламыз. Чебурекиді қоятын ыдысымыздың астына қағаз сүлгі қойған жөн. Оның бүкіл шағу майын сүлгі тартып алады. Естеріңізде болсын, шағу майымыз қайнап тұруы керек және астын азайтпаймыз. Қатты отта пісіріп аламыз. Ішіндегі фаршы міндетті түрде пісетін болады. Міне осылай кезекпен кезек чебурекилерімізді пісіріп аламыз. Чебурекиді екінші бетке ауыстырғанда өте абай болыңыз. Біздің чебуректеріміз дайын. Міне қараңыздаршы, беттерінде көпіршіктері шығып, қызарып, өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Ішіндегі етінің шырыны шығып, кәдімгідей өте дәмді болып шығады. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Мені соңына дейін қарағандарыңызға көп-көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп, комментарий, лайк қалдырып кетсеңіздер.